сіздерге справка о доходах пенсияныкын көрсетейін деп жатырмын. Егер сіздерден доход справка сұраса, осы доход справканы толтырып барасыздар. Яғни ИП-дан, ТО-дан егер сіздің доход түссе, онда осыны толтырасыздар. ИП-ңыз, ТО-дан мына жерге исходящий номерді жазасыздар. Яғни өздеріңіздің мысалы бірінші исходящий номермен кететін документ. Бүгін мысалы күн мысалы 21 январь 2000 мінекей январь 2023 жыл, мысалы. Енді қай жылдың доходын аласыздар? Мысалы 2021-дікін аласыз. Яғни мысалы мына жерде мен өзімнің пенсионныйымды шығарып алдым. Бұл жерден тек пенсионный сұрайды. Мысалы 2022-нің 12-ші айы, 2021-дің 1-ші айынан бастайық. Мінекей январь 2021 қысқартасыздар. Декабрь 2022. Өздеріңіздің 3 жылдағы кез келген жылдарды аласыздар. Мысалы 2022 жыл. Фамилия, мысалы Байкенова, Қарлығаш, мысалы деп жатыр. Мынаны өшіріп тастайсыздар, артық сөздерін. Ақылбековна. Мына артық сөздерін бәрін өшіріп тастайсыздар. Керек емес жерлерін. Мына жерлерін барлығын қысқартасыздар. Және табельный номер вкладчика дегенді, мысалы менің табельный номері так номер номер қайда кетті? Номер 1, мысалы. Номер 1. Идентификационный номер деген ол иін, мысалы. И мына жерде бин деген тоже мына жерде номер болып табылады. Мына жерде тоже иін болып табылады. Мына жерде тоже иін жазасыздар. Және де январдан бастап сумма заработка дохода деген, мысалы менде қарайық, мінекей январь айында менде 20 мың, яғни 200 мың айлық болған. 200 мың айлық болған менде, соның 20 мың теңгесін мен төлегем, 10%. 20 мың теңге. Перечисленная сумма тоже 20 мың. Пеня жоқ. Датасы қай уақытта төлегенсіздер деп тұр. Мінекей датасы менде. Мінекей дата отправки. Номер поручения 28198. Мінекей 28198 от мінекей 29.01.2021. 29.01.2021 жыл. Мінекей осылай жазып шығасыздар әр датаны. Мінекей менде екінші айға қанша кеткен, мінекей 0.10 дегендер жазып шығасыздар. 0.19 ол пеня. 0.10 екінші айға 200 мың кеткен, үшінші айға 200 мың кеткен, көрдіңіздер ғой. Сол сияқты осылай барлығын жазып шығасыздар мына жерге. Сосын итого дегенге мына жерге за 2021. Қай жылды жазасыздар, сол жылда. Және де общий сумма қанша, мысалы 200 мыңды барлығына осыны жазып шықсақ, енді бір айларда 60 мың төлейсіздер, әр кезде әртүрлі төлейсіздер ғой. Ставить. Ой. Осының бәріне толтырып шықсаңыздар. Неге порученияларын бәрін жазып шығыңыздар.
мінекей. Енді 200 мыңнан төледік десек, енді әр кезде әртүрлі 60 мың төлеген айлар болады. Мен примерно жазып жатырмын сіздерге. Көбейту 12 ай. Тең 2 миллион 400 мың. Мынерге 2 миллион 400 мың дейсіздер. Және де 20 мыңнан 240 мың, иә? 240 мың. Мына жерге де 240 мың. Енді мынерге за 12 месяцев мынерге прописпен жазасыздар. 2 миллиона 40. Мына жерге 400 тысяч теңге деп осылай прописпен жазасыздар. Основание деп. Мына жерде основание дегенге мына жақтан көшіріп аласыздар. Основание ведомость по зарплате деп мынаны көшіріп мына жерге қойып қойсаңыздар болады. Ведомость по зарплате. И осыны мына жерге де қойып қойсаңыздар болады. Основание деген жерге. Ведомость по зарплате деп. Вместо печати. Печаттарыңыз болса, печать қоясыздар. Печать жоқ болса, без печати деп бүйтіп қойып қоясыздар да мына жерге. Бухгалтерлеріңіз болса, бухгалтерлеріңіз, руководитель, главный бухгалтер. Өздеріңіз болса, өздеріңіз қол қоясыздар. Бухгалтерлеріңіз болса, бухгалтерлеріңіз қол қойып жібересіздер. Түсінікті болды деп ойлаймын.